Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен географиялық модельдер туралы айтамыз. Өткен сабақта біз сіздермен жалпы теориялық әдісте модельдеу әдісі туралы қарастырғанбыз. Жалпы модель дегеніміз не? Латын тілінен аударғанда ол өлшем, үлгі дегенді білдіреді. Яғни нақты нысанның, құбылыстың, үдерістің жеңілдетілген үлгісі екен. Жалпы ғылыми негіздегі алғаш модельді 1826 жылы германиялық Йоган Генрих фон Тюнен жасалған екен. Яғни Тюнен моделі деп аталады екен. Немесе оның моделінің аты оқшау мемлекет деп те аталады. Жалпы география саласында модельдеу не үшін қажет? Біз сіздермен білеміз, жер шарының өте үлкен екені. Ал оны біз көз алдымызға елестету үшін біз оның моделін құрастырдық. Яғни карта, глобус, немесе кейбір нысандар мүлдем жоқ.